Arkadan çıkart sokun. Onu çarp Son, wasn't give water. Так, 6 часов вечера, приехали в город Бремен. Если не ошибаюсь, эта река сливается с Атлантическим океаном. Ну, посмотреть надо на карте. Сегодня очень холодно здесь, прям очень холодно. Вот два наших все еще их везем до места работы. Так, хотел напомнить, мы сегодня вышли рано утром, ну, ровно 9 часов мы были уже на дороге. Вот все еще в пути, уже 6 вечера, через 3 часа будет ровно 12 часов, как мы на дороге уже. Вот наша машина. Ну, вот так едем. Вау. Тут люди на велике что-то много катаются здесь, в Германии. Время 18:35, залили бензин 20 литров на 28:35. Да, дорогие друзья, приглашаю в Германию. Вот такая отличная природа, здесь прохладно. Нет такой жары, как у нас на юге, плюс 50-40. Тут плюс 17. Вот такая дорога у нас немецкая. Маленький Джонатан. Вот немецкие домики, прям очень комфортно. Вот, оставим. Әдемилер, на природаны мектаға демалу керек. Нам куда прямо? Что там? Кемпинг. Это сказка, ну прям. Не работа, а сказка. Таумат? Езжай прям. Кошка, алспали? Да, я же знаю. Басқару ферма сайып возьму. Так, это не здесь. Вот птички ходят здесь. Тырма? Да. Чуть птичками переехали. Красиво, красиво. Езжай медленно, она тебе скажет, куда надо. Здесь тоже медленно. Аккуратно зимой. Вот. Болсаң соткын тез зарядтап береді десе. Астынан болса 100 тұратын порттар. Прямой желден де.
Здесь очень красиво. Вот мы уже подъезжаем. Где-то уже 200 метров осталось, да? Отсюда, да, поворот? Следующий поворот. Следующий. Следующая улица. Вот такое поле у нас. А бедая? Мастар и трубцы. Что-то здесь, наверное, было. Да, вон там. Сейчас, подожди, она скажет. Всё. Да, вон там. Вон тот домик, да, оранжевый? Да. Что, вы лежите здесь? Какая мало как раз. Вот это. Так, скорее всего, машину нельзя. Чужая территория. Вау, щероя мне сирлар. Вот это само молоко. Подожди. Так, вот, это место. Вот коровы. Сметан? Ахтум. Так, время 19:32. Все уже приехали. Швейцария, о. Antikvaryanlar onun da. Switzerland. So high and I'm looking at my really time. But the ones gotta call him for the 7th time. So sincere, but don't get out of line. Hey, Ай, Аташка. Бірақ бұған не істесе де жарасады. Давай, 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 давай. Сон, бозғым келіп жатыр. Инопланетяндар келеді ғой.
суреті ғой. Художниктер келеді. Артына билігі. Да, Альфа Ромео деген машина итальянский, да? По-моему. Бля, Европа екен точно. Поверните налево. Именно итальян ол. Мен де кинода көрген соң. Осы жер ғой налево. Так, да. Немецкий домиктер. Ограждение даже жоқ сыртында даже. Бағана айттым ғой, біздікілер. Забордан Ну и ата жер. Біздің ауылда тұрады. бірақ инфраструктура условия Налажено. Солнечный панельдер ма? Қарсы үйлердің үстінде. Машина жоқ артта. Не үшін түсіріп жүрсіңдер сен? Google Maps'пыз деген ма? Сотка. Ой, елки, не түсірген? Сразу же солнечная энергияны несе аламын да. Бүкіл Германияда сондай деді ғой. Боже. Әдемісіне. Вот Germany. Олай ойлағам ше кеше. Менге жаз жермен алдым. Давай сөйлес, біз шо Қорлан екеумізге қонып, бір душқа түсіп алып, обратно шығайық дедік та жолға ше. Біз қонып сөйтіп шығайық деп. Солай планировать еткенбіз ғой. Мен де білдім, примерно ойымша, как видеолардан көріп жүр ғой, Германияның ауылдары осындай дегенше. Таза ауада бір демалып, сөште бәріміз бірге бір тамақтанып, бір душқа түсіп демалып, ертесін жолға шығып деп ше. Потому что реально андай жерде бір жатып ұйықтасам, бір ұйқым қанып қалатын секілді. Маған қарсы үсті полный солнечный панель. Бізде Қазақстанда вообще редко қолданатын мұны. Потому что қымбат болса, өте қымбат тұрады. Өте қытайский алсаң да. теплица сияқты Если тем более кім братан қалам десе, алдым екі адам шығады. Оған ақша жоқ. Жақсы жатамыз, суббота ішкен здоровымыз. Нормально түсіп жатыр ма? Ана үстіне бұрайтынына бұрап бар, оңға солға
Солға бұрасаң ағартасың, оңға бұрасаң қарайтасың. Болып отырмыз ғой? Әдемі тауып алған, бәрі жасыл болған. Қыстан ана жер әдемі болады. Hatta yaman. Ал. Ана жерді айтайын деп отырмын. Жарыққа шыққанда оңға бұрайсың, сол кезде қараяды. Оңға бір тартасың өзіңе колесо. Бұл кезде ұрыс естіп болсын шығып кетесің. Так, это немецкий поселок. Германияның бір ауылы. Не переживай, да, понятно. Вот интернет до часов. Кім отмороз вышибал ночной клубта. И ол кез андай 58-ші жыл ма сонда ғой. Короче, негрлерді әлі андай, типа, не санайды, нерж санайды. И сөйтеді да, объявление берет, типа, доктору требуется водитель деп болып келсе, ана негр, ол ана жерден басталады да. Артынан шығарып түседі. Onu çarpsız. Neyse. Айтпа, салам алейкум, Ержан деген тема. Білмейсіздер ма прикол, салам алейкум, Ержан дейді. Ержан, вставай, да? Аға тура айтты. Короче, ана Кинг-Конг қырып атады да, самолеттарды ұстап ұрып жатады ғой, соңғы вертолеттарды ше, киносында новый Кинг-Конг. И бір кезде бір жігіттер қазақ маймыл ұйықтап атады, маймыл киіндіріп ұйықтап. Салам алейкум, Ержан, вставай, на работу дейді да. Соған ғой. Әдемі, ә? Знаешь, что такое чувство, да? Как будто аспаннан жерге түсіп жатқан секілдіміз ше. Мынау неге жабысып жерге. Как будто былай түсіп жатқан секілдісің да, қарсы, иә? Пространствоны істей алмайсың да, относительно ала алмайсың бір нәрсеге. Қарсы. Көрдің ба? Там
или спускаемся вниз. Вертикально. Так, бензин 690 крон, 20 литров. Так. Кеше дәл осы уақытта ұйықтаған едік. Екіде.